Бәріңе сәлем. Былтырғы жылы, яғни 2021 жылда видеокарталардың бағасынан бюджетный компьютер құрастыру почти мүмкін емес еді. Бірақ 2022 жылы ситуация кішкене жақсарып келе жатыр. Конечно, видеокарталар өзінің рек бағасына дейін барған жоқ, бірақ сонда да кәдімгідей арзандағаны байқалады. Бұл дегеніміз менің каналымда жестко арзан бағада сборкалар шығады деген сөз. Так, бәрін қараңдар, бүгінгі видеода 150 мың теңгеге компьютер құрастырамыз. Және бұл ПК ойындардан GTA 5-ті, CSGO-ны, Dota-ны және тағы да осындай нетребовательный ойындарды көтеретін болады. Сразу айтайын, сборка Алидан. Енді көп сөйлемей лайк басып каналға тіркеліп қойыңдар, ал біз видеоға кеттік, короче. Еще интрода это переход, короче деген сөзді бүгін соңғы рет қосамын, өйткені бұл менікі емес. Это переход, короче. Енді барлығын рет-ретмен бастайық. Бірінші кішкене зат айтайын. Егер де осы сборканы құрастыратын болсаңдар, өздеріңнің рисктарыңа қарай болады. Себебі комплектующийлар Алидан, значит, ешқандай гарантия болмайды. Еще болашақта апгрейд жасай алмайсыңдар. Лучше новый комплектующий алып ПК құрастыра салған жақсы. Конечно, сонда да Алидағы серверный процессорлар арзан, яғни уақытша геймингқа жарайды. Бүкіл комплектующийларға ссылка описанияда, ссылка реферальный есілчі. Все, давайте сборканы бастайық. Бірінші компьютердің платформасы материнский платадан бастайық. Бұл платаның аты Machinist X79, сокеті LG 2011. Яғни процессор салатын жері өте үлкен, арнайы біздің қазір айтатын процессорға арналған. Материнский платада оперативкаға 4 слот бар және SSD-ға M2 слот бар. Сонымен қатар материнский платаның жақсы жері процессордың үстінде цепь питания тұратын жерде үлкен радиатор орналасқан. Серверде қолданылатыны білініп тұр. Сонымен қатар егер де материнканы алып қойған болсаңдар, жанына любой магазиннан CR2032 деген батарейканы алу керек. Себебі батарейкасы материнский платамен бірге келмеуі мүмкін. Сосын тағы егер де платаны алатын болсаңдар, есте сақтаңдар, бұған үлкен корпус керек. Себебі форм-факторы ATX, яғни өте үлкен. Материнский плата өзігінен Алида 30 мың теңге тұрады, бірақ сендерге арзан болу үшін мен комплектпен материнский платаны таңдадым. Оның ішінде қазір біз айтатын процессор мен оперативка бар. Еще олардың барлығын комплектпен алған, бөлек-бөлек алғаннан арзан. Енді мен екінші осы комплекттегі процессорды айтайын. Бұл процессордың аты Intel Xeon E5-2650V2. Яғни тағы да сол серверный, бірақ характеристикасы 8 ядер мен 16 поток. Қазіргі кезде өте жақсы. TDP-сы 95 Вт, процессор өте ыстық, примерно Ryzen'дермен бірдей. Ал техпроцессор 22 нанометр, сокеті LG 2011. Процессордың размері өте үлкен, бірақ толық процессор жайлы айтсам, қарапайым ешқандай кино түсірмейтін адам қолданса, 3D программаларға да жетеді. Еще егер де қарасаң, бұл серверный болғандықтан ұзақ уақытқа қолдануға болады. Бұлай нетребовательный ойындарда фриздар болмау керек, себебі частотасы 2,6 ГГц. Ол бірақ қандай видеокартада жұмыс істеп тұрады, соған байланысты. Процессордың жалғыз өзін сатып алатын болсақ, 8 мың теңге болады. Үшінші осы комплектегі соңғы зат банальный оперативный память. В общем, оперативка тоже сол серверный, өйткені памяттің типі магазиндағыдай DDR4 емес, серверный DDR3. Хотя қазір серверлерде DDR4 қолданады, просто ол Алидан болғандықтан бұл, яғни ескі серверлерде қолданылған. Бірақ қорықпаңдар, егер де оперативка серверге жасалған болса, ол әлі как минимум 5 жылға шыдайды. Себебі оперативный память шыққаннан комплектующийлардың ішіндегі ең живучий түрі. Енді именно осы комплектегі оперативканы айтайын. Память Алида 4 гигабайттан 4 штук сатылады, яғни барлығы 16 гигабайт DDR3. Частотасы туралы Алида жазбаған, бірақ менің ойымша примерно максимум 1600 МГц. Сосын егер де осы оперативканы заказ беретін болсаңдар, сендерге фотодағыдай жасыл түсті келмеуі мүмкін. Керісінше бұл оперативный память радиаторлармен келеді. Мен бұны отзывтағы фотолардың арқасында білдім. Да и бізге радиаторда кезерге болмайды, даже онымен жақсырақ. Сол үшін осы оперативный память, процессор, материнский плата қосылған комплектті заказ берсеңдер болады. CSGO, Dota, Fortnite сияқты онлайн ойындарға как раз келеді. Бағасы доставкасымен 45 мың, 50 мың теңгедей болады. Енді біздің системаны қуаттап отыратын блок питания. Бұл жерде варианттар артып жатыр, яғни FSP, Cooler Master, Cougar, Big White және басқалары. Бірақ мен осы видеода BP-дан, конечно, эконом жасау үшін емес, жай ғана блок питанияны бюджетный сборкаға сай етіп таңдадым. Бұл 600 ваттық чифтек. Егер де блок питанияны Алидан деп ойласаңдар, қателесіңдер. Өйткені блок питанияны Алидан алып, ну нахер. Конечно, мен Алиға сенемін, бірақ ол платформада барлық сатушы жақсы оймен емес. Лучше бұл блок питания керек жоқ. Біздің блок питаниямыз туралы айтсам, негізі 600 ватт бізге өте көп. Өйткені бюджетный сборка болған соң видеокартада қатты новый болмайды. Бірақ Каспида именно осы 600 ватт блок питания басқаларынан қарағанда арзан тұрады. Тіпті бағасы 500-450 ваттық блок питаниялармен бірдей. Сондықтан да осы 600 ватты таңдадым. Және чифтек өздігінен көптеген отзывтармен танымал компания екені білініп тұр. Яғни BP да надежный болады. Сертификаты ештеңе шешпесе 80+ бронза. Сосын осы Каспидің отзывтарында оқыдым. Көбісі плюстарына тыныш және кейбір кабельдер аплет
четкада деп жазған. Минусы пока что байқалмады. Егер де сатып алсаңдар байқайсыңдар. Сонда да Каспийде танымал блок питания екеніне қарағанда плюстары менің ойымша көбірек. Бағасы 21 000 теңге және ссылкасы как обычно описанияда. Келесі біздің компьютердің 5-ші бөлшегі SSD және бұл SSD точно Алидан болады. Себебі SSD да жетерлікте живучий комплектующий. Конечно, жесткий диск сияқты емес, бірақ сонда да новый SSD-ның өзі как минимум 6 жылға шыдайды. Егер де менің ескі сборкаларымды қарасаңдар, осы накопительге келгенде мен сендерге жесткий диск немесе SSD арасында таңдау жасаңдар. SSD мен жесткий диск немесе жалғыз SSD деп айтатын едім. Ал осы сборкада кардинально басқаша болады. Себебі бұл сборка бюджетный, еще дефициттан енді ғана құтылып келе жатырмыз. Мен сендерге бюджетный сборкада тек 256 гигабайт SSD алуға ғана кеңес беремін. Яғни 1 терабайт жесткий дискпен 256 гигабайт SSD емес, именно 1 штук 256 гигабайт SSD. Өйткені банально 150 бюджетке өкінішке орай артық памятті сыйғыза алмаймыз. Бірақ 256 гигабайт SSD-ға ойындардан кезе-кезеге ойнасаң бәрін сыйғызуға болады. Осы жолы SSD-міз Алидан тоже ең танымал King Space, интерфейсі SATA 3. SSD-ның жылдамдығы как обычно секундына 356 мегабайттан 550 мегабайтқа дейін. Бастапқы уақытқа заказ беруге кеңес беремін, бағасы 13 000 теңге, ссылкасы описанияда. 6-шы бөлшек кулер, және бұл ең арзаны, бірақ сонда да біздің процессорге нормальный түрін таңдау керек, себебі процессор кәдімгідей ыстық. Және таңдауда бюджетный сборкаларда көп қолданылған Snowman деген кулер. Бұл кулер отзывтар бойынша өте танымал. Сосын мен осы каналды ашпай тұрып өзім сияқты сборка туралы түсіретін ютуберлерді көретінмін. Және менің байқағаным бойынша олар осы кулерді 2017-ден бері қолданды. Қазір менің ойымша бұл кулер Алида өз бағасына сай. Себебі бағасы бар болғаны 10 000 теңге, 6 дпс 180 ватт. Сонымен қоса кулер жетерліктей тыныш. Мен бұны өзінде болғаннан емес, отзывтарға қарап айтып отырмын. Өйткені сборкамыз виртуальный болғандықтан мен отзывтарға қарап кулердің плюстары мен минустарын айта алмаймын. Мысалы, адамдардың айтуы бойынша плюсы кулер жақсы упаковкада келеді, бағасы өте арзан және өте салқын. Ал минусы кейде бракованный модельдер келуі мүмкін, бірақ продавец өте жақсы, сендерге сразу басқасына ауыстырып береді. 7-ші біздің комплектующийіміз корпус. Осы видеода сендерге мен корпусты лично өзім таңдап беремін деп шештім. Себебі алдыңғы сборка туралы видеода корпус әркімнің вкусы деп қоя салғаннан кейін көбін комментте қандай корпус алса болады деп дофига коммент жазыпсыңдар. Жарайды, сабыр сақтаңдар, қазір таңдаймыз. Сразу айтайын, корпус Алидан болмайды, себебі Алидан мен арзан бағада нормальный коробка таппадым. Сол үшін Каспийға кіреміз. Енді 20 000 теңгеден арзан корпустарды іздейміз. Бірақ ондай корпустар слишком говно болғандықтан мен сендерге проверенный брендтен таңдаймын. Бұл Deepcool Matrix 55. Негізі мен Matrix 40-ты алайын дегенмін, бірақ біздің материнский платаның форм-факторы ATX екені есіме түсті. Яғни Matrix 40-тың ішіне явно сыймайды. Сол үшін Matrix 55-ті аламын деп шештім. Бұл корпустың продувы, ауа өткізгіштігі өте жақсы, себебі алдыңғы жағында арнайы сеткалар бар. Сонымен қатар жан-жағы стеклодан жасалған. Бұл әдемі. В принципе, корпус нормальный, короче, за**ли кеттік видеокартаға. Хорошо, что дефицит бітті, бірақ бізде емес, Америкада, Европада, Австралияда, Японияда, Қытайда, в общем, бізден басқа барлық жерде дефицит бітті. Сонда да Қазақстанда видеокарталардың арзандауы ақырындап білініп келе жатыр. Менің ойымша уже көктемнің ортасында барлығы арзандап бітеді. Бірақ OLX-та видеокарталар қатты арзандаған жоқ. Енді біздің бюджетте видеокартаға максимум 40 000 теңге қалғандықтан біз баяғыда RX 570, RX 580, GTX 1060, GTX 1050, GTX 1650 сияқты видеокарталарды ала алатын едік. Енді қазір уақыт басқа болғандықтан өкінішке орай видеокартадан сендер GTX 750 Ti, 750, GTX 660, 660 Ti тапсаңдар GTX 950, Radeon HD 7850, HD 7870 және RX 560 алсаңдар болады. Бұл видеокарталар ескі болса да нетребовательный онлайн ойындарды көтереді. Енді осымен қазір мен видеоны аяқтайын, бірақ видеоның соңында бағанағы жоғарыда атап өткен видеокарталардың біреуімен ойындардағы тест болады. Видеоны лайк басып каналға тіркеліп кетіңдер. Видео аяқталды, давайте короче.